қоқыстан арылмай өмірін тазармайды. Үйімізді, жұмыс орнымызды қаншалықты апта сайын жинастырып, артық қоқыстан арылтып тазалық жүргізсек, соншалықты жан дүние әлемінде тазалау процесін жиі жасап отыру керек. Үйді шам басса бірден көзге көрінеді ғой, ал жүректі шам басқанын қалай байқаймыз? Жүрегімізге салмақ салып тұрған реніш пен өкпеден қалай арыламыз? Алда осы сұрақтардың барлығына жауап аласың. Ал қазір айналаның тазалығына жақсылап мән бер. Жапондық Мари Кондо есімді қыз ойлап тапқан тазалық техникасы әлемдік деңгейде үлкен танымалдыққа ие болды. Бұл әдістің әлем бойынша көптеген адамға көмегі тиіп пайдасы болғандықтан халық бірінен бірі естіп, зерттеп, оқып, біліп қолдана бастады. Ал енді дәл осы әдісті қалай пайдаланамыз? Оны дұрыс қолданудың жолдары қандай? Бәрімізге белгілі, әр аптаның сенбі-жексенбісін әйелдер қауымы көбінесе тазалық күні ретінде қабылдаймыз. Отбасымызбен бірге үйді, ауланы жинауға кірісеміз. Кір-қонды жуып, балалардың келер апта киер киімін реттейміз, моншаға барып та үлгеруге тырысамыз. Тура солай, бірақ енді заттар мен киім-кешек, үйдегі түрлі ыдыс-аяқ, құрал-саймандарға бір реттеу жүргізіп шығу қажет. Әсіресе әйелдер қауымы ескі, сыймай қалған, немесе жыртылған киім болса, кейін бір керек болады деп сақтап жүреміз. Одан қалса сөмке, түрлі бояулардың қорабы, әр түрлі түкке қажеті жоқ заттар да үйіліп жатады. Тазалық осы жерден басталады. Керек емес, енді сен ешқашан кимейтін, жыртылған, бірақ тігіп аламын деп ниеттеніп жүргеніне біраз болған киімдерді арықтағанда киемін, салмақ қосқанда киемін деп сақтай бергеннің бәрін тастау керек. Себебі ескіден айырылмай орнына жаңа керекті дүниенің келуі екі талай екен. Немесе ішіндегі жыртық емес, сен өзің кимегенмен жалпы киюге жарайтын киімнің бәрін жинап, жақсылық жолында дұрыс ниетпен мұқтаж жандарға садақа ретінде берген құп болады. Бұл үшін қазір мешітте арнайы жәшіктер қойылған. Аталған іс мұқтаж отбасыларға көмек, ал өзің мен отбасың үшін мол сауап болар еді. Осындай реттілікті жұмыс орнын мен жеке кабинетін, көлігіне де жаса. Әсіресе әйелдер қауымы қол сөмкемізге де ерекше мән берген жөн. Ондағы қажетсіз заттарды іріктеп қоқысқа тастау керек. Әйтеуір бір керегі болар деген оймен көтеріп жүрген құжаттарды үйдегі орнына қой. Әлде қашан таусылған ерін талабы да енді қажет емес. Қазір сөмкенді ашып көрші, міндетті түрде саған мүлде қажет емес екі-бір нәрсе шығады. Әйел адамның көлігі де сөмке сияқты. Бірнеше жыл бұрынғы визиткалар, қажетсіз чек қағазы, жарамдылық мерзімі, әлде қашан аяқталған жеңілдік дисконт картасы, балалар жемей тастап кеткен тәттілері де қуыс-қуыста жатқан шығар. Егер көлігің болса, оны да бір автоспаға барып толық тексеруден өткізсең артықтық етпейді. Одан кейін тағы бір беретін құрал телефон. Оның ішінде де қажеті жоқ адамдардың номерін, Инстаграм желісінде тек жағымсыз жаңалық тарататын аккаунттар, ескі суреттер мен пайдасыз видео жазбаларды өшіріп, миға тыныштық сыйла. Әлеуметтік желіні тек пайдалы іске қолданып, маңызы жоқ өсек аяны көп чаттардан шығып кет. Әсіресе Мари Кондо техникасы сынған, бүлінген, ескі құсқы нәрселерден арылуға кеңес береді. Ас үйде қолданбайтын ыдыстар, шеті кертіліп кеткен тәрелке, өтпей қалған пышақ, ал боянатын айнаның алдында бос опаның қорабы, қолданбайтын әтір, крем, тағы да басқалар босқа орын алып тұрған заттарды қоқысқа тастап бір тазарып ал. Себебі артық заттардың барлығы да сенің өзіне онсыз да жетпей жүрген энергияңды шығындайды. Қажетсіз затты көрген сайын жағымсыз эмоция, осыны бір реттеу керек деген ой мидың бір бұрышынан кетпей тұрып алады. Осылай материалдық тұрғыдан тазарып алған соң жан дүние тазалығына көшеміз. Жан дүниеміздің тазалығына үй жинап бастаған сәттен ақ кірісіп кетуге әбден болады. Мысалы,
Біздер қыз-келіншектер қауымы үй жинағанда музыка қосып қоюға әуеспіз. Біздің бір кеңесіміз үй жинаған сәтінде пайдалы насихат не болмаса саған қажетті тақырыптағы лекцияны қосып қой. Әрқашан жақсы ойлайық, әрі сол жағымды ой мен позитив көңіл-күйде ішкі әлемімізді де таза ұстайық. Осы секілді пайдасы бар техниканы адам жақсылыққа қолданады, немесе жамандыққа қолданады. Мысалы, шөпті сиыр сүтке айналдырса, жылан уға айналдырады. Қазақтың мақалында айтылғандай, ара бал жинаған жерден жылан у жинайды. Сондықтан алып жатқан білімімізді де жақсы пайдалы іске бағыттау өз қолымызда. Дәл бүгіннен бастап айналамыздағы ұнатпай жүрген адамдарымызды бірден жақсы көріп кету мүмкін емес шығар. Дегенмен, Алла разылығы үшін әлгі туысқанымызбен, не көршімізбен, не әріптесімізбен арамызды реттегіміз келеді ме? Әрі қарай Алла өзі реттейді. Бастысы, сен әуелі ниетіңді дұрыстап, алғашқы қадамды жаса. Әр адамның жан дүниесі кіршіксіз таза екенін, әлде өкпе реніш пен өкінішке тұнып тұрғанын көзінен, сөзінен, кейде тіпті жүзінен байқауға болады. Адамды сыртқы бет әлпетіне қарап бағалауға болмайды десек те, өзінің ішкі әлеміне деген құрметі сыртынан бастап хабар беріп тұратын нәзік жандыларда бар екені жасырын емес қой. Барынша әдемі киініп, күлімдеп жүруге, айналамызға шуақ шашуға барымызды салайық. Біздікі ниетімізді дұрыстап қолымыздан келетін шаруаға кірісу, қалғанын Құдайға тапсырайық. Аллаға тапсырылған іс міндетті түрде қайырлы болады. Кейбірімізде кездесетін бір қателік Алланың разылығынан гөрі адамның разылығын бірінші орынға қоюымыз. Анау не дейді, мынау не деп ойлайды деген қате дүниелерді, тіпті күнәлі істерге жол беріп қоятынымыз рас қой. Мәселен, пәленшен үйге келгенде алдына арақ қоймасан өкпелейді ғой, сыныптасым келгенде бір сыра ішпесем болмай ма сияқты сылтауларымыз болуы ғажап емес. Осындай әрекеттер адам разылығын іздеуге жатады. Әлбетте кісінің көңілі өте маңызды, бірақ сол ісін Аллаға ұнар ма еді? Мәселе осында. Бұл алкоголь қойылған жерден бәрін астан-кестен қыл деген сөз емес. Мұсылман көркем мінез егесі. Саған ұнамсыз іс көрсең, сыпайы ғана ескерт. Сені тыңдамайтын болса, әлгі танысының түзелуін сұрап, сыртынан дұға қыл. Егер бәрін дұрыс істеген болсан, әуелгіде саған ренжіп араласпай кеткен адамның өзі уақыт өте келе сенікі дұрыс екенін мойындайды. Өйткені сен Құдайға ұнайтын іс қылдың. Ал әлгі адамның жүрегі де Алланың қолында ғой. Ислам діні адамдар арасына бүлік салушыны қаталдықты жақтамайды. Тіпті біреуді намаз оқы деп ұрысуды да құптамайды. Кітаптың әуелгі бөлімдерінде айтқанымыздай, дүние ісінде өзімізден кейінгілерге қарап шүкіршілігімізді арттырсақ, енді дін ісінде керісінше өзімізден алдыңғыларға қарап бағыт алуымыз, өзімізді қамшылап қуаттауымыз керек екен. Ол қалай? Пәленше құрбым арабша Құран оқып үйреніп алды. Мен әлі Құранды түпнұсқадан оқи алмаймын. Түгенше ас дайындап бастағанда міндетті түрде бисмилля деп айтады екен. Мен үнемі ұмытып кетемін деген секілді жақсы ісін байқап бой түзеу өте пайдалы. Дүние ісінде шүкір мен қанағатымыз артып, дін ісінде иманымызды қуаттау көбейген сайын жүрегіміз тыныштала түседі. Оған еш күмәнің болмасын. Осы әрекеттерді ескеру жанымыздың тазалығын сақтауға көмегін тигізіп, жігерімізді жани түседі.